Біз 7-ші А сынып оқушылары қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің 10 күндік аясында поэзия сен менімен егіз бетін атты челленджін 53-ші мектеп гимназиясының оқушыларына жолдаймыз. Қадыр Мырза Әли, тоқым қағар. Таң қалдырып мен елді, тайға мініп жөнелдім. Шапқан сайын елердім, шапанымды жел үрді. Желпіл қағып етегім, қопаң етемін. Көзім түк те көрмеді, қарасы көп терледім. Қалып қалды тоқымым, талып қалды тақымым. Жармасамын жалма, жұрт күледі қалма. Құрбыларым қарайды, құламасам жарайды. Қадыр Мырза Әли, жаңбыр. Ала қашпар елірмей, жақсы уақыт тауып бір. Қап-қара бұлт негірдей, ақ жаңбыр боп жауып тұр. Табиғат боп жаңғырған, қыл қаламы шебері. Қара бұлт ақ жаңбырдан қалды жер көгеріп. Қадыр Мырза Әли, отыршілік, не берсең де арнап бер. Алтын балық иілетін қармақ бер. Бақыт берде, бармақтай сол бақытқа басып тұрып батпандай бір салмақ бер. Және дос бер, айтқаныма мақұл дер. Мен жазбаған, жұрт жазбаған жыр сыйла, жүректерге соны қатын ақыл бер. Мені күтіп тұрса алда биіктер, шапағатты шуағыңды құйып көр. Абырой мен даңқыңды аяма, және оған майыспайтын иық бер. Қадыр Мырза Әли, бақыт. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туыла салып таудай бақыт күтеміз. Ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпіл деген тамырындай шекенің, жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгермейміз түсініп деп байқапты, кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Құс сияқты сезінбейтін қанатын, бақыт сәби білмейтұғын әлі атын. Күз жайып салып алдыңа қалағанда, жемістігіз кезде келіп қалды. Жоқ еместің бәрі бар қоржынында, жаратпайды бірақ ол тонағанды. Күтіп жүрек біз оны әуел бассақ, жәрмеңкені жібердік дереу бастап. Астық, мақта, мейуасын бар байлығын, алып қалдық еңбекке айыр бастап. Мұқағали Мақатаев, үш бақтым. Ең бірінші бақтым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақтым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақтым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем. От сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен.